Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы нөмірі 29-ші жалпы білім беру орта мектебі 2-ші жыл білім күнін қарсы алды. Мектебімізде биылғы оқу жылында 2914 оқушы, 166 мұғалім, оның ішінде білім саласының құрметті қызметкерлері мен үздік педагог, шебер ұстаздар қызмет етеді. 2019-2020 оқу жылында бірінші сыныпқа қабылданған 630 оқушы мектеп табалдырығын аттады. Олар дәл осы күннен бастап жыл сайынғы алғашқы қоңырау үнімен бірге өсіп жетілетін, жеке тұлға ретінде қалыптасатын болады. Мектеп былтырғы жылы Ақтау қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 21 маусымындағы нөмірі 1353 қаулысы бойынша нөмірі 29 жалпы білім беру орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып ашылды. Жалпы көлемі 4 гектарға жуық, сыйымдылығы 900 орын. Мектеп бастауыш әкімшілік жоғары болып 3 бөліктен тұрады. 2 спорт залы, 198 орындық акт залы, 156 орындық асхана, кітапхана, мультимедиялық оқу залы, физика, химия, биология, 4 информатика, 6 мультимедиялық көшбасшы кабинеті, емдеу сауықтыру кабинеті, STEM зертхана, ал мектеп ауласында смарт жылыжай, халықаралық стандартқа сай салынған футбол алаңы, ойын алаңдары мен демалыс орындары бар. Осынау халқы игілігі үшін берілген жаңа мектепті заманауи талаптарға сәйкестендіру мақсатында мектеп көшбасшылары, ата-аналар, оқушылар бүкіл ұжым болып үздіксіз біріккен жұмыс жасап келеді. Мектеп миссиясы рухани мықты, интеллектуалды дамыған, халыққа қызмет ететін жаңа сапалы көшбасшы ұрпақ болу. Ақылды мектеп жобасы аясында мектепте цифрлық бақылау өткізу құрылғылары бар. Қазіргі кезде цифрлық бағдарлама ғимаратқа кіріп шыққан оқушы мен ұстаздың аты жөні мен уақытын анықтайды. Ақпараттық терминал арқылы кез келген ата-ана, оқушы мектеп тарихы, мектеп жарғысы, кабинеттердің орналасуы, сабақ кестесі, қоңырау кестесі, мектеп мұғалімдері мен оқушылары, мектеп жаңалықтары, мектеп.edu.kz сайты мен Facebook'тегі жаңалықтар туралы толық ақпарат ала алады. Тұңғыш президент елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірі мен еңбек жолын насихаттайтын көшбасшы кабинетінде оқушылар қоғамның кез келген саласында көшбасшы болумен әрдайым үздіктер қатарынан көріну бағытында жұмыстанады. Қазіргі кезде балалардың физикалық белсенділігі төмен және олардың көбісінде майтабан және омыртқа жотасының қисаюы жиі кездеседі. Сондықтан мектепте 3 пен 12 жас аралығындағы балаларға және 13 пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдерге арналған ЛФК Ақтау емдеу сауықтыру кабинеті жұмыс жасап жатыр. Бұл балалардың спортқа деген көзқарасын түбегейлі өзгертіп, арнайы әзірленген жаттығулар арқылы сауықтырады. STEM зертханасы, инженерлік сала, робототехника, бағдарламалау және 3D модельдері мен математиканың бір уақытта даму туралы ғылым. Бұл жаратылыстану пәндерінің күрделілігін жеңілдете отыра, оқушылардың қызығушылығын арттыру. Қазіргі уақытта қарқынды дамыған робототехника негізіне үйрете отырып, жаңа мамандықтарға баулу мақсатында жұмыс жасап жатыр. Мұнда оқушылардың тек логикалық ойлау қабілеті жетіліп қана қоймай, электронды сызбаларды түсіну, проблемаларды түрлі жолдармен шешу, шығармашылық идеяларын іске асыру, басқа да зерттеушілік біліктіліктері артады. 2020 жылға қарай мектептерде математика, ауыл шаруашылық инженериясы, роботтар техникасы, 3D дизайн, аэроғарыштық инженерия өзекті оқу пәндеріне айналады деп күтетін болсақ, мектептегі смарт жылыжайда ауыл шаруашылық инженериясына алғашқы қадамдардың бірі. Бұл ақылды жылыжайдың басты ерекшелігі толығымен автоматты түрде жұмыс істейді. Жылы еден, ақылды суару, ішкі температураны ретке келтіру, яғни ондағы жылу, жарық жүйесі тәуліктің әр мезгіліне қарай өздігінен реттеледі. Жылыжай оқушыларды ғылыми жұмыстар мен ауыл шаруашылығы саласындағы мамандарға отырып, тәжірибе жасауға, биология сабағындағы теориялық білімін практикалық жұмыспен ұштастыруға мүмкіндік береді. Білім ордасы аз уақыт ішінде көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Ғылыми жұмыстар мен пәндік олимпиадаларда, спорттық және өнер сайыстарында жүйріктеріміз топ жарып, қалалық, облыстық, республикалық сайыстардың жеңімпаздары атанды. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген. Мұның бәрі ұстаздардың тынымсыз еңбегінің арқасы. Мектеп мұғалімдерінің жетістіктерінің өзі бір төбе. Үздік педагог 2018 байқауының облыстық кезеңінде технология пәні мұғалімі Атаназаров Марат бірінші орынды иеленсе, осы байқаудың республикалық кезеңінде география пәні мұғалімі Бегейбай Дина Медетқызы Нұрсұлтан қаласында бас жүлдені жеңіп алды. Үздік педагог 2018 атағының Маңғыстау облысынан келген иегерлері. Также звание получает Бегейбай Дина, учитель географии города Актау, Мангистауской области. Ақтау қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі оқушыларымен іскерлік қарым-қатынас орнатылып, мектептерінде қазіргі таңда жүргізіліп отырған әлеуметтік жобалар жұмыстарын ортаға салып, тәжірибе алмасты. Жоғарыда аталған жұмыстар мектебімізде бүгінгі таңда мектеп өмірінің сапалы әрі жаңашыл болу жолындағы ізденістердің көрінісі және алдағы уақытта да ауқымы кеңейіп, өз жалғасын таба береді.